Сәлем, достар, сәлем. Қалдарыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Не жаңалық болып жатыр? Мен қыдырып келдім. Елдің бәрі тікелей эфирде жауықсыз сұрақтарын қойып жатыр, иә. Ал мен қыдырып жүрмін. Сонымен жеттім қайтадан Алматыға, Аллаға шүкір. Шүкір деймін Аллаға, енді аман есен үйіміздеміз, жұмысқа шықтым. Қалайсыздар өздеріңіз? Амандық саулықтарыңыз қалай? Менен СММ сабағы туралы көп сұрапсыздар. СММ сабағы міне, сауатты Инстаграм 27 күн тағы да басталайын деп жатыр. Бағасы 4000 теңге, сондықтан сіздерді күтеміз. Қатысып үлгересіздер әлі де. Бұл соңғы рет болады. СММ бұл базалық жүйедегі СММ мамандығы бойынша сабақ. Сондықтан қатысыңыздар. Соңғы рет болады. Одан кейін басқаша форматта өтетін болады. Сондықтан жақсы түсіну үшін ереже бай құтты болсын, қыздар. Жалпы мен өзім мендегі жаңалық ломбардқа машина салып алған. Осы туралы да қазір әңгіме айтамын. Көп адамдар осы туралы ақпарат беріп жатыр. Ереже бай құтты болсын барлықтарыңызға. Жалпы аптасына бір рет ораза ұстап тұруды әдетке айналдырсақ, ол тіпті жақсы болатын еді, сауапты іс болатын еді. Жалпы біздің өзіміздің Мұхаммед пайғамбарымыз ғалейкассаламның тамақтану жүйесі бойынша тамақтансақ, бізде проблема болмас еді. Енді қараңыздар, қыздар. Ломбард көп жазып жатыр. Енді сенеміз ба, сенбейміз ба, кімге сенеріміз білмей қалды. Қыздар, алтындарым. Ақша салған кезде, егер оның атында зат болмаса, ол пирамида. Яғни зат берілмесе, ол пирамида. Сетевой менен пирамиданы көп шатастырады. Мен анау дұрыс, мынау дұрыс деп айтылатын ешкім емессіз. Енді мысалы сетевойдың өзінде пайыз бар, иә? Біздің ислам пайызды құптамайды. Бірақ дегенменен заман өзгеріп келе жатыр. Қазір менде жұмыскерлердің көбі пайызбен жұмыс істейді. Бір жағынан қарап тұрсаң, иә? Маған солай жұмыс істеген ыңғайлы. Пайызбен деген ол қалай істеген еңбегіне қарай мен оған пайыздарын төлеймін. Және оларға мысалы мен мотивация ретінде мысалы тағы да үстеме пайыздар беремін. Баяғыдай тек қана зарплатаға жұмыс істеу деген қазір дүние қалған, иә? Мынанша ақша жазсам, мынанша төлеймін деген сияқты. Демек, мұның барлығы біз ислам ол пайда болған уақытта мұндай маркетингтік ходтар болған жоқ. Сондықтан оны құптамады, иә? Қазір енді уақыт өзгеріп жатыр. Қазір басқаша, қазір маркетинг жүйе деген бар. Бұл сауданың жақсы болуына, бизнестің жөнді жүруіне әсер етеді. Ал енді мынау пирамида, заты жоқ, аты жоқ пирамидалар, иә? Бұларды енді өздеріңіз ойланып салуларыңыз керек. Жалпы біз біреуді кінәлағанды қатты жақсы көреміз ғой, қыздар, иә? Қазір барлығы әншілерді кінәлеп жатыр. На самом деле олар да күйіп қалды. Мысалы, Айнұр Асқарқызы келіп жатыр, қатты переживать етіп жатыр, иә? Енді не істеймін, Айнұр, мен оларға сеніп қалдым, өзімнің де ақшамды салып едім деп, иә? Демек, бұл жерде ондай алаяқтықтар енді болып тұрады өмір болғаннан кейін. Мен сіздерге айтатыным, сонымен кетсін. Ол адам содан бір керемет байып, жақсы болып кетпейді. Сонымен кетсін, қыздар, иә? Алла оларға жүректеріне нұр берсін. Қарғамаймыз, тілемейміз ешкімді. Керісінше сол жамандықтың бәрі сонымен кетсін деп тілейік. Дүние мүлік ол орны толатын дүние. Ал стресс болып, денсаулығыңызды құрту, ол орны толмайды. Сондықтан ақшамен құтылғанға қуаныңыздар. Ақшамен төлегенге. Миым жарылып барады, не істеп ақша табуға болады. Жаным, садақа жасаңызшы. Жалпы садақа жасаңыз. Енді B2B-ді күміс па, алтын ба береді екен. Яғни сіздің ақшаңызды просто так салмайсыз, орнына зат қолданады екенсіздер. Енді бірақ мен оны да білмеймін, ештеңе деп айта алмаймын, өйткені ол тоже пайызға ақша,
мен оны білмеймін. Нақты білмеймін, білмеген кейін ештеңе жақсы жаман деп айта алмаймын. Жалпы мен өзім баға бергенді жақсы көрмеймін ғой бірдеңеге. Неге? Өйткені баға беру бұл ең қиын дүние. Біреуді бағалау, бұның күнәсі ауыр. Біреуге өйткені дұрыс емес, бүйткені дұрыс емес деп айтқан, ол үлкен күпірлік, мүмкін оныкі дұрыс шығар. Мүмкін мен оныкі дұрыс емес деп айтып отырып, күпірлік жасап отқан шығармын. Ешкім білмейді да, оны үшін нақты. Бірақ уақытына байланысты әртүрлі дүниелер шығып жатыр, сондықтан таңдау өз қолдарыңызда. Таңдап, елеп, екшеп, дүние жасасаңыздар екен. Ережебай құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дейді. Рахмет. Осы пирамидаға ақшам кетіп қалды. Жалпы пирамида десе адамдар көп ақша салады екен. Мен оны байқадым. Неге? Өйткені барлығы тез олжалы болғысы келеді. Ал тез олжа дегеніміз не? Ол оның өзі жақсы емес дүние. Сөйтіп айтады енді Құранда. Еңбекпен табу керек ақшаны деп, еңбектену керек дейді. Сондықтан еңбектеніңіздер. Мынау шоп дейді, духи сатады екен қыздар. 7 март келе жатыр ғой, духи алыңыздар шандарым. B2B-да күміс алады екенсіздер. Енді ол, значит, пирамида емес шығын. Мен айттым ғой, мен білмеймін, қыздар, оның барлығын нақты білмегеннен кейін, ол украиндық компания екен, маған Жанарды айтты. Мен өзім де қосылдым, Жанарға қолдаушы болайын деп. Жакома сондай бір өзімнің достық қолдауымды көрсетейін деп, мен де құйдым ақша. Бірақ мен ол ақшаны құйған кезде ол маған қайтсын қайтпасын емес, достық қолдау ретінде құйдым. Сондықтан ол жерде ешқандай мен қиналып тұрғам жоқ. Ал енді жаңағы дүние B2B деген, жаңағы ломбард деген, әрине ол қиын. Вообще базаны мүлдем білмейді екен. Мен бір істі бастағалы жатырмын, берекелі үшін қандай аффирмация айтсам болады. Мен табыстымын. Менің саудам жақсы жүреді, саудада болсаңыз. Бақытгүл қойып көріңіз. Қалай күйімді жұмыс істеуіме көндірсем екен. Мырзалиева, сіз оған түсіндіресіз. Ол менің жаныма рахат сыйлайды. Біз қалай әйелдер бүйтеміз ғой. Біз жұмысқа шығып аламыз, содан кейін не үйде жоқпыз, не жұмыста жоқпыз. Мен әне күні керемет Жанар екеуміз сабақ өткіздік қой, дәл осы сәтіңді сезін деген, дәл осы сәтте өмір сүр деген. Біз әйелдер жұмысқа шығып аламыз, ойбай шаршадым, шалдықтым, ойбай осы жұмыс, мен қырып жере жаздаймыз ғой, отбасымызға келеміз жұмыстан, сен ештеңе істемейсің, мен бәрін істеп жатырмын деп. Содан күйеулеріміз қорқады көбінде. Біз айтуымыз керек, ол маған ләззат сыйлайды, сосын жұмыстан келгенде қуанышты болып жүруіміз керек. Біз көбінде керісінше жасаймыз, содан кейін күйеулеріміз жұмыс істеткісі келмейді. Қиналсаң не үшін жұмыс істейсің дейді ғой, Қалай сайнырым? Макосе, тамаша, рахмет жаным, рахмет алтыным. Соңғы күні көңіл күйім болмай жүр, не жасауға болады? Бұл серотин және эндорфин гормондарының төмен түсіп кетуінен. Яғни өзіңізді қуантатын, өзіңіздің физикаңызға, миыңызға рахмет айтып, бір жақсы дүние жасап қойыңыз өзіңізге. Бірі фиолетовый кафе екен дейді. О, тамаша. Айнұр ханым, жолдасым туған күніне не сыйласам екен, қымбат емес, арзан емес. Мен мысалы көбінде қолдан жасауға тырысамын. Мен күйеуім, енді менің асыраушым менің күйеуім. Мен шын айтқанда қандай бір жұмыс атқарсам да, ол жұмыстың бәрі маған тек қана ләззат сыйлайтын жұмыстар. Сондықтан менің күйеуім менің асыраушым, сондықтан оған мен ақшаға ештеңе алып бермеймін. Өйткені оның итакта ақшасы көп, алғысы келген затын оған итакта бәрі дарит етеді. Мен оған біріншіден кітап сыйлаймын, сосын біз ол кітапты бірге оқимыз. Не болмаса, мен оған қолдан жасаймын. Бір кезде мен оған мысалы жақсы бір шкатулка жасап бергенмін. Бір кезде мен оған ортасына суретін қойып, балалардың суретін қойып, көп шоколадтар іліп, сондай карта желания сияқты карта жасаған, менің суреті бар, Мальтада жүрген кезімізде. Сондықтан біз Каспиретпен ештеңе сатпаймыз, қыздар, тек қана фитнеске, салонға процедуралар сатамыз. Сондықтан өз қолдарыңыздан бірдеңе жасап беруге тырысыңыздар, бұл өте құнды болады және күйеуіңізді қуантады. Балаларыңызбен бірге жасасаңыздар тіпті жақсы. Мен мысалы суреттерімізді іліп, бір альбом жасайын. Менің күйеуіме сол ұнайды. Өйткені оның итакта ақшасы көп.
оған ақша керек емес. Той керемет өтті. Сондықтан ер адамдар әйелдің шығармашылыққа жақын болған жақсы көреді. Жолдасым көп ренжиді, мен үндемеймін, не істесем болады. Үндемеу деген бұл проблеманы шешу емес, қыздар. Сөйлесу керек. Оны неге ол ренжіткенін, қалай істеген дұрыс, осы сияқты. Құран кітап сыйла деп жатыр. Құран кітап енді жоқ болмас, бар болса үйіңізде, онда басқа кітап сыйлаңыз. Әйтпесе Құран кітап жоқ болса үйіңізде Құран кітап сыйлаңыз. Қазір сыртында мынадай күшті нелермен жүр ғой. Өзімдікі дұрыс деп жанындағы адамдарға жиі ашуланып жүрмін. Бүгін менің перфекционист туралы постымды оқыңыздаршы. Адамдардың көбі солай жүреді. Неге? Олар ойлайды, мен жоқ болсам бұл әлем қирап қалады деп. На самом деле ешқандай да ешкім ештеңесі кетпейді. Сіз бар болсаңыз да өмір сүреді адамдар, сіз жоқ болсаңыз да өмір сүреді. Және ничем не хуже и ничем не лучше. Сондықтан өзімізге көп алғанды қоюымыз керек. Мен сіз күн көре алмайсың дегенді қою керек. Жүрей ма? Біз көбінде солай өмір сүреміз. Мен болмасам әлем құлап қалады дегендей. Арыс қаласына менен де сәлем, мен де сіздің сүйікті оқырманыңыз болғым келеді деп. Жиі маған комментарий жазыңыз, маған запрос жіберіңіз, сөйлессеңіз. Мені Макосияны мен өте жақсы көремін. Өзімнің Бибі-Пірі, Макосия, көп оқырмандарым мен жақсы танимын. Мені Бақытгүл Амреева қайта жазып жатыр, қазір сізге жауап беремін. Мен іздеп келеді осы жаққа, сол қыздармен сөйлесемін. Құран кітапты қайдан сатып алса болады? Мен бүгін салып қояйыншы сіздерге, қазақша аудармасы бар кітапты. Сол ретроградный Меркурийді негізінен сол техника алуға болмайды дейді. Бірақ мен анен айттым ғой, мен телефондарымды алғам, ештеңе алған жоқ. Кім біледі енді, білмеймін. Әркімдер қалай, біреулердікі бұзылып қалады екен шынымен. Құдай емеспін ғой мен де, қыздар. Мен де бір пендемін сіздер сияқты жүрген. Оқыған білгенім сіздерге кейде айтып қалам. Неудачник деген оған Мадина клеймоны сіз бердіңіз ба? Сіз оған олай баға беруге қандай хақыңыз бар, жаным? Жаным ғой, менің жақсы көремін сізді. Пост өте күшті дейді, Макоси. Рахмет, жаным. Мен тоныста болса, мені кездестіресіздер, Құдай қаласа. Менің ең алғашқы мотиваторым дейді. Рахмет, сізді көріп қуанып қалдым. Рахмет, Лаура. Мен көп балалы анамын, ал Ақтөбе қаласында тұрам, жолдасым барлық шоттар жабық, амал жоқ, аренаға машиналық таксиге ұсуағы құлайын деп тұр, кредит. Қыздар, біз бар ғой, осылай жазған кезде, осындай анауымыз жоқ, мұнауымыз жоқ, біз шүкіршілікті ұмыт кеткен кезде, осындай жоқ бола береді. Бар шүкір, барлығына ашықпын. Мен осыған да шүкіршілік айтам десеңіз, бәрі жақсы болады. Неге тәкаппарсыз дейді? Мен сізге тәкаппар болатындай бірдеңе айттым ба, Құдай сақтасын. Сәттілік, шетелде тұруға қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын. Мүмкіндігіңіз болса, тұрыңыз, шетелде тұрыңыз. Айға ұшыңыз. Мүмкіндік болса, бәрін пайдаланғанға не жетсін? Мысалы, мен өзімде армандаймын, 1-2 жыл шетелге барып тұрып келсем бекен деп. Кереметсіз дейді. Кереметтер кереметті көреді, тәкаппарлықты көреді. Әркім өзі қандай соны көреді. Сіз салмақты пендесіз, сізді тыңдап жақсы көремін. Рахмет. Ақша медиаджан көнігі жасап жатырмын. Ақша жасаш керек. Сіздің алғыш медитацияңыз әбден жерден берді. Сізге рахмет дейді. Мынау, наверное, Қырғызстаннан шығар, Гүлім Ермек. Ой, рахмет. Қырғызстаннан сәлемет. Мен түсінбедім, ақша медитациясы деген не жазып жатыр деп. Рахмет. Ютубта тұр, көрген шығарсыздар. Ақша медитациясы да тұр Ютубта. Қыздар, пысық қыздар менің медитацияларымды, сабақтарымды салып қойыпты. Көрсеңіздер болады. Ютубта өте жақсы қаралым болып жатыр. Алғыс айтып жатыр адамдар. Мың алғыс. Айнұр ханым, осы далада или үй болсын қарап тұрсам, айдалаға көз алдыма қара майда бұл сияқты болады. Неден болуы мүмкін? Ай сезім, жаным, дәрігерге қаралыңыз. Сырғаңыз өте әдемі, қатты ұнады дейді. Рахмет. Портмоне қай жерден алсақ болады? Мужской, женский, жауап беріңізші. Алло, дейді. Оля, Тонус Бьюти деген салон бар Алматыда. Сол салонға келіп Алматыда болсаңыз алсаңыз болады. Егер Алматыда болмасаңыз, менің парақшамның басында позвонить деген жерді бассаңыз, менің көмекшім Фирузаға түсесіз, сізге Фируза кез келген қалаға портмонені салып жүреді. Керемет жансы.
Оспанқұлова Шолпан, Жанардың сабағы бітті, бүгін соңғы күн, сондықтан келесісіне қатыса аласыз. Алда міне СММ курсы. Жаңа қалай ақша табам? Болашақ қыздар. Мен жақында білесіздер, бәріңіз Малайзияға барып келдім. Ол жақта мен Лилиан Тудың сабағына қатыстым. Ол кісі өте сондай керемет маг. Әрине біздің ислам магты қолдамайды, бірақ дегенмен мен оған сенем, ойбай сонымен ғана жүрем демеймін, бірақ мен өзіме керегін аламын ол жерден. Өте мықты маман, психолог маман, позитивті психологияның маманы, және ол астропрогноз жасайды, яғни жылдық болжам жасайды, қандай мамандықтар тиімді, қандай мамандықтар тиімсіз деген сияқты. Сол жерде ең бірінші ол кісінің айтқаны болашақ онлайнда, болашақ интернетте, болашақ онлайн табыста деді. Яғни онлайнмен жұмыс істесеңіздер көбірек табыс табасыздар деді. Сондықтан қыз келіншектер сіздерге кеңес, мынау сауатты Инстаграм. Осыны үйреніп алсаңыздар, бұл базовый сабақ, соңғы рет өтеді, 4-ақ мың теңге. Оны ресейлік мамандар өте қымбатқа сатады. 300 мың, 400 мың теңгеге. Ал сіздер 4 мың теңгеге осыны үйреніп аласыздар. Бұдан кейін базовый сабақ болмайды. Бізден барлығы екінші деңгейді сұрап жатқаннан кейін біз екінші деңгейге өтіп кетеміз. Сондықтан базовый сабаққа қатысып үлгеріңіздер. Болашақта барлығы интернеттің көмегімен жүзеге асатын болады. Кезінде тамақты үйге заказ беру дегенді ешқайсымыз білмейтінбіз. Қазір соны жасаймыз. Болашақта балалар, біздің балаларымыз, олар уақытын қатты үнемдейтін болады. Өйткені жердің ойсы өзгерді. Бұрынғыдай 60 минут емес, қазір 60 секунд емес, 1 минуттың ішінде 45 секунд болып қалды. Яғни уақыт жылдам өтуде. Сіздер балаларыңызды еститін шығарсыздар, кезінде біз бір каникулдан бірі каникулға жеткенше сарылып күтуші едік қой. Ал қазір біздің балаларымыз айтады: как время летит, мама, уақыт тез өтіп кетті. Прям түсінбей қалдық, мектеп бітейін деп жатыр. Қыс деген тез-ақ бітіп қалды деп айтқанда шошимын. Аллам, қалай уақыт тез өтіп жатыр деп, сол сияқты олар уақытын үнемдеуге қатты мән беретін болады. Сондықтан болашақ интернетте, болашақ онлайнда сабаққа қатысып үлгеріңіздер, қыздар. Суперсіз. Тез балалы бол. Айдок, осы жерде бір нәрсе айтамын. Тез деген сөзді айтқан кезде ол тез болмайды. Алланың сізге деген өзінің дайындап қойған нығметі және уақыты бар. Сондықтан біз Алладан сұраймыз, тілейміз. Тез деген кезде еш нәрсе тез болмайды. Мен сіздерге бір айтып едім, маған бір қыз келді. Келіп, маған айтады: мен балалы бола алмай жатырмын, уже қаншама жыл болған. Қайтып балалы боламын. Содан екеуміз біз оны балалық шақтан бастаймыз ғой. Барлығы проблема балалық шақтан басталады. Екеуміз сөйлесіп отқан кезде ол балалық шағын айтты, өте керемет махаббатқа толып, әке-шешесі жақсы көрген отбасында өмірге келген, әке-шешесі керемет тәрбие берген, сондай тәрбиелі әдемі қыз. Содан біз енді әр жылын қарап отырмыз, Содан 18 жасқа келген кезде ол қыз әке-шешесін тыңдамай, ерте тұрмысқа шығады. Тыңдамағанда қалай әке-шешесі айтады: кездестіргеніне 2 ай болды қызым мына жігітті. Әлі дұрыс танымайсың, мүмкін тағы да кішкене бақылап көрерсің. Бұл жігіт қандай жігіт, қарайық бәріміз деп, сондай ақыл кеңес береді. Бірақ ол қыз айтады: жоқ, мен күте алмаймын, я не могу ждать, мен күте алмаймын, мен күйеуге шығуым керек дейді. Сонымен енді әке-шешесі не дейді? Махаббат деп қоймағаннан кейін қыздар жақсы деп рұқсат береді, қыз күйеуге шығады. Содан 1 жылдан кейін, ана жерге барғаннан кейін, әрине отбасылы болғаннан кейін оңай емес, ажырасып келеді. Сосын барып әке-шешесі жарайды деп оны қабылдайды. Содан үйінде жүреді, күйеу келе береді. Бұл бір күн айтады: мен кеттім дейді әке-шесіне. Я его люблю, оказывается, мен кеттім дейді. Әке-шешесі айтады. Ол орыс тілді қыз, сондықтан қоса берем арасына орысша. Содан әке-шешесі айтады: қызым-ау, кішкене сабыр ет, кішкене түзелсін жігіт, кішкене сабыр етіп қоя тұр, барасың, асықпа десе, жоқ, мен оны қатты сүйем, мен кетуім керек деп, қыз тағы кетіп қалады. Сосын 1 жылдан кейін қызмен тағы қайтып келеді. Қыз туып алады, қызмен тағы қайтып келеді. Әке-шешесі тағы қабылдайды. Сөйтіп жүріп ұрды-дұрды келіп кетіп, әке-шешесін тыңдамайды анаңыз. Тыңдамаған кезде солай. Әке-шесінің махаббаты ғой енді, оған жоқ деп айта алмайды. Жібереді, ол қайтып келеді. Сөйтіп жүріп, біраз 7 жылдан кейін бәрі дұрысталады, күйеумен қарым-қатынасы дұрысталады. Содан кейін 2-ші бала туылсы келеді. Одан кейін тағы да біраз уақыт өтеді, 2-ші баланы көтере алмайды. Содан маған келіп тұр, мен қалай көтерем деп. Сол кезде біздің анттарыңызда мен айтамын: сіз әрдайым тез
уақытпенен санасқыңыз келмейді. Алла тағаланың беретін нығметін күткіңіз келмейді. Қазірде сіз соны күткіңіз келмей, сіз мені тыңдамай тағы да бала туғыңыз келіп отыр. Мен айтып жатырмын оған, Алланың берері мол, күніге жалбарыныңыз, береді десем айтады, я не могу ждать дейді. Мен айтамын, мен сіз ждать етпегенде не істейсіз? Бәрібір күтесіз. Бәрібір Алла тағала оның күттіріп тұр. Күттіртуде. Сондықтан күте алмаймын. Шыдам жетпейді. Мұның бәрі сабырсыздық. Ал сабырсыздық бұл шайтанның ісі, ауызбилақтың ісі, бісміллә дейік. Сондықтан күтіп үйренеміз, Алладан сұрап үйренеміз. Періштелерге қалай хат жазасыз? Періштелерге қалай хат жазасыз? Кәдімгідей дұрыстап хат жазасыз. Бұл сабақ Жанар Байсемізовада бар. Сондықтан соны қазір 8 мартқа қарай Жанар күшті скидка жасап сатайын деп жатыр ғой, содан сатып аластағына өзінің аузынан өз техникасын естейсіз. Ол менің техникам емес, сондықтан ондай авторлық құқыққа кіре алмаймын. Ол Жанардың авторлық методикасы. Сізге жеке жазуға бола ма? Жазып көріңіз, я кейде оқимын, кейде байқамай қаламын. Байқамасам ренжімеңіздер. Солай қыздар, күтіп үйренеміз, сұрап үйренеміз, тілеп үйренеміз. Сондықтан, Гүлмира ханым, сіз вообще жоқ болып кеттіңіз ғой, қалыңыз қалай? Ауызбилақ деген шайтан қыздар. Мә, соны да білмейсіздер ме? Қанша уақыттан бері айтып жатырмыз, жандарым ау. Алла разы болсын, көп нәрсені үйрендім, рахмет. Аяғы шәлі, бірақ баланың денсаулығы жақсы емес, туғанда мүгедек болуы мүмкін деп не істеуге болады. Қыздар, тілейміз, тағы да тілейміз, аман есен босанайын деп. Бәрібір Алланың қолында. Талай адамға врачтар сондай диагноз қойған, бірақ кейін бәрі дұрыс болған. Қалай жеңіл босануға болады? Нас, Фалах, Фатиха сүресін оқи беріңіз, Құдайға жалбарына беріңіз. Кезінде мен өзімнің үлкен ұлымды кесаревамен босандым, онан кейінгі ұлымды өзім туам деген, кесарева өте қиын ғой. Өзім туам деген алдыма установка қойғам. Содан жаңағы баламды алып аламдағына, ана үлкен ұлымды алып алам, сөйтіп ойлап қоям. Ол баламның кішкене денсаулығы жоқ, кейінгі баламда сондай болмасын деп қорқам. Әрине іштен дұғамды оқимын. Содан уже босанатын уақытым жеткен кезде енем, қорқыныш бар ғой бәрібір енді, кесаревадан кейін қалай болады екен деген. Содан қорқынышты жеңу үшін жаңа кішкене қорққанды байқаған болу керек. Енем Құдайға жалбарына бер, Алладан сұрай бер деді. Барғанша Алладан сұрап бардым. Құдайға шүкір, оп-оңай босандым. Шамбаева Шадин, сіздің сыйқыңыз болса болды. Сыйқыңыз керемет сияқты. Армандар каштасын қашын жазсақ болады. Кез келген кезде, сіздің көңіл күйіңіз болған кезде. Ұялуға аффирмация айтасыз ба деді. Менің жайлы, ыңғайлы үйім бар. Міне аффирмация. Айнұрхам, сіз керемет жансыз. Мен сізді қатты жақсы көрім, құрметім шексіз. Рахмет. Сол-солғы ене болдым, апа болдым, среда или червек барам, маникюрға, педикюрға. Тамаша, Гүлмира ханым, күтеміз, тамаша. Жаным ау, сұлу қыз, ерке қыз дейді, рахмет. Тонус клубта бар, бірақ сразу айтам, карта желания менікі емес. Шүкірмін, 4 ұл, бір қызым бар, бірақ бәрі күледі, көп туасын деп, оған не дейсіз? Оля, сонда барлығы күлді екен деп сіз тумайсыз ба? Вообще ондай нәрсеге мән бермейміз, күлгендер күле берсін. Сізде шаруасы қанша? Сәлематсыз ба, тұрмысқа шығуға қандай кеңес бересіз, айтыңызшы. Жанар ханым, ол Жанар Байсемізова. Тұрмысқа шығу үшін сіздерге кеңес берем, Жанар Байсемізованың сабағына қатысыңыздар. Жалпы қыздар, сіздерге Жанар Байсемізованың сабағына қатысу керек. Жанар Байсемізова өте мықты мамам. Жанар Байсемізова деп терсеңіздер, инстаграмнан шығады. СММ келіншек, арғы күні СММ маман екенсіз өзіңіз, я? Күйеуімнің туған күні еді. Күн техникасын жасап беріңіз. Бірақ сіз неге өзіңіз ойланғыңыз келмейді? Бәріңізге үлгі керек. Шығармашылық, творчество деген өзің ойлап шығару деген сөз. Шығармашылық, творить. Бізді Алла тағала да творец. Ол бізді жаратты, әдемі ғып, сұлу ғып, я? Сондықтан бар өзіңіздің шығармашылығыңызды қосып, өзіңіз шығарыңыз.
Айтуғаның жер сатуға ешқандай қатысы жоқ, сата беріңіз. 4 жасынан наз сүресін жаттап алды. Анашым массаж жасап сүре айт дейтін, соны жаттап алды. Қуанып қалдым, сіздерді тыңдап сауатым одан артады. Рахмет, мен сізді жақсы танимын, менің сабағыма қатысқаныңыз. Бас ауыру психосоматикасы қыздар. Біздің басымыз бар ғой, температурит етіп кетеді. Білесіздер ма? Ойлана бергеннен, оның ішінде негатив те бар, позитив те бар, бәрі бар, медитация жасаңызда температураны бүткіл денеңізге жіберіңіз. Мәссаған Жанар ханымды білмейтін адамдар бар екен. Енді білет. Күн ренжимін, қалай жасасақ болады? Роза Есмахан. Ерке Есмаханның айтпасы, фамилияласы екенсіз. Сіздің ренжігеніңізден сізге пайда бар ма? Біреу ақша беріп жатыр ма ренжідің деп? Ренжігенің үшін давай саған ақша берейін. Ренжігенің үшін давай саған мен бір күшті нығмет берейін дей ма? Бермейді. Бермесе не қыласың? Кейде айқайлап жылағым келеді, ішімде бір ыстық бірдеңе шыға алмай тұрған сияқты. Інжу, жаным. Сүрелерді оқыңызшы. Өзіме қандай мамандық ұнайтынын білуге болады. Мен сізді білмей, сізге қандай мамандық керек екенін мен қалайдан білемін, я? Болады, армандар картасы бар тоныңызда. Қыздар, ветрянкада не қиналады ма? Мен 4 баламды ауруды қиналатын түгі жоқ. Зеленка жағып қойсты, балаңызды құшақтап жүресіз. Бала сөйлесу керек. Қыздар, үндемей біз проблема шеше алмаймыз. Сөйлесеміз. Басым ауыр болып тұреді, сіздің даусыңыздан все рассеялы. Машаллах, рахмет. Қызым оқуға түсу үшін қандай сүре оқу керек? Асемова Баян. Қызыңыздың жол ашылсын, қызыңыз оқуға түсіп кетсін, ниеттеспін, тілектеспін. Жол ашатын дұғаны бүгін салып қоям. Өзімнің сторисіме салып қоям. Сол жерден қараңыздар. Сәлем. Домалағана курсы керемет. Домалағана курсы керемет болған, қазір жоқ. Мен каламен жаққан, бірақ менде каламеннен кейін қызымның үстінде дақтар қалып қалды. Мен прививка алмаймын, ол бір діни негізде емес, или тағы да басқа қарсылықтар емес, просто прививка алмаймын. Аменімді бәр мен өзім ұстап, өзім жасағым, сондықтан қорықпай келіп ала беріңіздер. Жауап берші дейді. Қандай сұраққа? Сіздің аменіңізді алғаныма көп болды, ақша үзілмейді, рахмет сізге. Күн режимін ретте алмаймыз дейсіз ба? Кешіріңізші, мен сізге күн сайын ренжимін деп оқым ғой. Күн режимін реттеу үшін менің әйелдің 4 күйі деген сабағымды ютубтан қараңыз. Мен сол жерде күштілеп түсіндіріп берген. Сондай қыздар, сіздерге бар ғой, көбіңізде бардак. Менің күйеуім бизнесмен, менің күйеуім Қазақмыста жұмыс істейді. Менің күйеуімнің өзінің істері көп, өте көп. Магазиндері бар, фитнес-клубтары бар, өте көп фитнес-клубтары бар. Аллаға шүкір. Сондықтан менің күйеуіме анау сыйлық жасай алмаймын. Өте қиын. Ол маған күшті сыйлық жасайды. Аллаға шүкір, рахмет. Амен, керемет, мен алғам, рахмет дейді, рахмет. Амендарды сіздер Томас Бьютидан аласыздар. Ютубта қыздар салған Асқар Шолпан. Сол әйелдің 4 күйі деген сабақты қарап шығыңыздар. Керемет. Мен чакролог емеспін. Мен чакралар туралы айта аламын, бірақ чакролог емеспін. Телеграмым жоқ, мен негіз өзім жаман еріншекпін, жалқаумын. Біреулер оны естісе күлетін шығар, бірақ шынымен мен жалқаумын. Сондықтан ашқан жоқпын. Не телеграм ашқан жоқпын, не ютуб ашқан жоқпын. Содан сіздерге бүгін тапсырма. Сіздердің көбіңізде мынау бір қалай десем екен, реті жоқ. Сұрақтардың да реті жоқ көбінде. Қайсының неден бастарларыңыз білмей жүрсіздер. Негізі барлық тазалық үйден басталады. Барлық тазалықты үйден бастаймыз. Ең бірінші сіздерге бүгін тапсырма. Жасағандарыңыз молодец боласыздар. Сториске салсаңыздар екен. Үйлеріңізді тазалайсыздар. Және үйлеріңізде 2 жылдан бері кимейтін
кимейтін киімдеріңіздің бәрін лақтырасыздар. Әйтпесе туыстарыңызға бересіздер, мұқтаж жандарға бересіздер. Мұқтаж жанды табылмаймын десеңіздер, Магнумның ішінде, Меганың ішінде арнайы ящиктер тұр. Сол жерге апарып тастасаңыздар, мұқтаж адамдар өте көп. Сол жерде киімдерді үтіктеп, арнайы жуып айналысатын қыздар бар. Менің көмекші қыздарым айналысады. Арай деген қыз, менің маркетологым болған. Сол қыздар ящик қойған. Мегада, Магнумда мынандай ящиктер тұрады. Мұқтаж жандарға арналған киімдерге. Соған апарып тастайсыздар. Әйтпесе студенттер, кімде студент бар, барлығына бересіздер. 2 жылдан артық киілмеген киімді үйде ұстауға болмайды. Үйлеріңізде кетік ыдыстан кеміс қана ішеді дейді. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, яғни өзіңнің ойыңды басқармау деген сөз. Кеміс деп бұл артық айтылып кеткен, әрине. Біз неден қорқамыз? Біз әрдайым бір жамандыққа дайындалдықтан осындай керек емес заттарымызды тастаудан қорқамыз. Білесіздер ме неге? Ертең болмай қалады. Ертең болмаса не ішемін? Ертең болмаса не киемін? Осылайша біз анау жаман заттан құтылудан қорқамыз. Яғни жыртылған, құрыған, іске асырмайтын, пайдаланбайтын заттардан құтылмасақ, демек біз болашақта бір жамандықты күтіп отырмыз. Бейсаналы түрде. Бейсаналы түрде біз бір жамандық күтеміз. Так, ертең жоқ болып қалса қалай болады? Ертең болмай қалса қайтем? Ертең. Мұның бәрі бізге не береді? Мұның барлығы бізге жоқ болып қалу, болашақтан жамандық күту қағидасын береді. Установка. Установка ситуацияға айналады. Білесіздер ғой, мен оны сабағымда айтқам. Сондықтан құтыламыз. Керек емес. Сынған ыдыстарды тастаймыз. Керек емес киімдеріңізді жыртылса да, жаңа Магнумның қасында, Меганың қасында заттар салатын жер бар, сол жерге тастаңыздар. Әрине іш киімнен басқасын. Олар тігіп, үтіктеп керек адамдарға табыстайды. Ең болмаса жыртылған затыңызды егер тастауға қимасаңыз, күнде киіп жүрсеңіз, тіктіртіп, әдемілеп қойыңыздар. Вдруг похудею деген киімді де тастаңыздар. Мұның барлығы біздің мынау подсознаниемізда, түпкі санамызда ертең болмай қалса деген нәрсенің ақпаратын береді. Алтын алғам, кейін ақша жоқта керек деп, тура сондай болды. Мен айтып тұрмын ғой, оның барлығы бізде түп санамызда ертең жоқ болып қалса деген дүние. Сондықтан дәулетті ғұмыр Құдай қаласа наурыз айында болады. Сондықтан қыздар, ондай дүниеден құтыламыз. Жібереміз оны. Вдруг похудею, кейін киіп қалатын шығармын, вдруг болмай қалады деген нәрсенің барлығынан құтылыңыздар. Онда ящиктер жоқ болса, өзіңіз әдемілеп біреуге сыйлаңыз. Сыйлаңыздар, беріп тастаңыздар, әйтпесе тастаңыздар. Біз көбінде соны істеуден қорқамыз да, өйткені біздің ойымызша ертең жоқ болып қаламыз. Мешітке апарыңыздар, неше түрлі жерлер бар, мұқтаж адамдар бар, сіз кимейтін, сіз пайдаланбайтын затты пайдаланатындар бар. Үйлеріңіздегі өмір пайдаланбайтын мебельдер. Біз барлық дүниелерді көбінде жоқ болып қаламын деп жинай береміз. Вдруг кейін барып, вдруг киіп қалам. Кейін. Бүгін неге ашулысыз? Мен неме ашуланып отырмын ба? Құдай сақтасын. Сіздер, қыздар, өздеріңіздің ішкі состоянияларыңызды маған бермеңіздерші, пожалуйста. Сіз ашуланып отырсыз, деймін, мен ашуланып отқан жоқпын. Ешқандай ашуланып отқан жоқпын, Құдайға шүкір. Мен түсіндіріп отырмын. Ашу ешқандай жоқ, мен просто сіздерге жетсінші деп жатырмын. Астында бір киім жинап жатырмын болса, хабарласыңыздар. Міне, қыздар, қараңыздар. Айнұр ханым, сұрайын деген ене, маған балаларым әкесі киген деп, көйлектерін, трусиларын, майкаларын берген, қанша жыл сақтағам деп. Енді сіз оны кигізіп жатсыз ба, Айкоша?
бәрін кигізіп жатсыз ба? Мысалы менің өзімнің Даниямның кішкене көйлектерін сақтап қойған. Әдемі көйлектерін кішкентай кезінде киген, 1-2 көйлегін сақтадым. Кейін өзіне өскен кезде берем деп, ол бір жоқ болып қалатыннан емес, өзіне естелік болсын деп берем деген көйлектерім бар. Они очень красивые, олар жыртылмаған, ешқандай бүп-бүтін. Екіншісі, мысалы, балаларымның жаңа жылға киетін киімдерін сақтаймын. Ол да келесі інісі кисін деп, бұл енді басқа әңгіме. Жаңа жылда әр жаңа жыл сайын алмаймын ғой енді. Және біреулерге керек болса да берем, олар қайтарып береді. Солай өзінің арнайы менде шкафы бар, жаңа жылдық киімдердің. Қыздар, аффирмацияны өзіңіздің дәл қазір мысалы өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Соған байланысты, сізге не керек, соған байланысты екі-үшеуін айта берсеңіз болады. Бірақ миыңызда бардак болып кетпесін. Молшылық чегіне үлкен сума. Егер сіз оған, мысалы, 1 ай деген уақыт беретін болсаңыз, ондай болса, қатты үлкен сума қажет емес. Өзіңіздің күшіңізге, шамаңызға қарап жазасыз. Егер 1 жылға жазатын болсаңыз, онда жаза беріңіз. Бас киім мен бере беремін, қыздар. Мен бас киімде, аяқ киімде, барлығын балаларымның киімдерінде тарқатып, өзімнің водителімнің балаларына, қайындарымның балаларына, үйдегі жұмыскерлеріме, осы жердегі жұмыскерлеріме бәріне тарқатып тастаймын. Каримова Дари, я еще не обрела финансовую свободу. Я еще работаю. У меня муж обрел. Это другой вопрос. 40 000 теңгенің кремі бар, Фируза хабарласасыздар, Фируза береді. Хэппи Лаура, айлықты жұмсайсыз ба, жұмсамайсыз ба? Әрине өзіңіз білесіз ғой, кейін өмір сүруге ақшаңыз болса, жұмсай беріңіз. Молшылық чегі менің парақшамда тұр, қыздар. Не деп жауап берейін саған, жаным? Айта қойшы. Сәлеметсіз бе, мен сенемін, мен де күйеуім екеуміздің киімдерімізді ескі заттарды өртеп жүрдім. Жаңа үйге кірдік, жаймен мебельдер алып жатырмыз, жаңартып. Тамаша. Сауатты Инстаграм қашан басталады, не үйретеді, қатысайын деп едім. Мына телефонға хабарласыңыздаршы, қыздар, жандарым. Сол кезде сіздерге не үйрететіні, қашан басталатын барлық ақпарат жіберіледі. Кәдімгідей телефоныңызға, WhatsApp-қа жіберіледі, Артық киім болмау керек. Енді артық киім, мысалы, болмау керек деп айта алмаймын, енді той көйлектер бар деген сияқты, Бірақ оны киіп жүрсеңіз, ол артық емес. Ал мүлдем 2 жылдан бері кимесеңіз, ол уже артық киім. Вдруг деген киімнің бәрі артық киім. Мен ешқашан бір баламнан кейін бір баламды күтпеппін. Аллаға шүкір, қызым туылды, одан кейін 1 ай, 10 айлық кезінде 2-ші баламды көтеріп қойдым. Ол туылғаннан кейін 3 жылдан кейін тағы бір ұлымды босандым. Ол туғаннан кейін 5 жылдан кейін қызымды босандым. Код миллионера деген бөлек, оны сіздерге менің оқушыларым үйретеді. Бұл парақшада ол айтылмайды, ол Айлым парақшасында. Хэппи Лаура, оны чекті үйіңізде сақтай бересіз. Күйеуіңіз жұмыссыз болсаңыз, Аллаға шүкіршілік айтыңыз күнге. Күйеуім керемет жұмысқа тұрғызуына сондай керемет нығмет беріңізші деп. Қазіргі айттым сана. Сәлеметсіз бе, сізді көптен бері тыңдап келемін, рахмет. Қатып жатыр ма? Түсініп тұрмын, төмен түсіп кетті, мен білемін сразу қатып жатқан. Таратқан киімдеріңіздің орнына жаңа киімдер келеді. Барлығы тамаша. Лейля, рахмет. Сауатты Инстаграмға қатыстым, сабақ жақсы өтті, қатысыңыздар дейді. Сәлеметсіз бе, сізді жақсы тыңдаймын, сіз бақыттайсыз. Рахмет, Айнурочка, жаным, я вас люблю, я обожаю. Я тоже вас обожаю. Сатайын деп едім, күйеуім қарсы. Мен постоянно оның айтқан істеймін, бірақ оныкі дұрыс болмай шығады. Енді бүгін тыңдамай алтын алып сатсам ба, әлде сол байды тыңдап отырады.
Қараңыздаршы қыздар, сіздер сондай жалқау, жұмыс істемейтін, өздеріңіз тыңдамайтын күйеуді таптыңыздар ғой, бір жерден онымен кездестіңіздер, көрген кезде сіздер оларды жалқау, ақша таппайды деген жоқсыздар ғой. Сіз олардың бір жақсы қасиеттеріне қызықтыңыздар. Міндетті түрде бір жақсы қасиеті оның бойында бар. Сол үшін сіз оған күйеуге шықтыңыз, Бірақ уақыт өте келе сіз оның жақсы қасиеттерінен гөрі жаман қасиеттерін басымырақ көретін болдыңыз. Неге? Өйткені өзіңіздің бойыңызда өзіңізге деген сенімсіздік пайда бола бастайды. Сондықтан күйеуіміздің сол жақсы қасиетін есімізге түсірейікші, қыздар. Бір кезде ол жақсы болды ғой. Сол жақсы қасиетін көбірек алдарыңызға алып келіңіздерші, көздеріңіздің алдарыңызға. Сол үшін рахмет айтыңыздар күйеуіңізге. Барлық күйеу жақсы десем, мен қателесетін шығармын. Менің күйеуім де өзінің маған жасайтын, кейде қоятын шектеулері бар. Бірақ әрдайым сөйлесемін. Менің де күйеуімнің қателескен кездері бар. Мысалы, мен істемей қояйықшы оны десем істеген, сосын қателескен кездері бар. Бірақ көп ретте қателескен кейін қазір менімен ақылдасады. Екеуміз бірге шығаруға тырысамыз шешімді. Дегенмен оған да уақыт керек болды. Екеуміз көп сөйлестік, екеуміз әңгімелестік, қай жерде жіберген қателігімізді шығардық. Сондай маған да күйеуімнің ұнамайтын жерлері бар, менің де күйеуіме ұнамайтын жерлеріміз бар. Ол да маған оны айтады, мен де оған оны айтам. Қай жерін реттеуге болады, қай жерін жөндеуге болады, қалай өзімізді жөндеуімізге болады, екеуміз сөйлесеміз. Жарай ма? Әрбір адамның бір жақсы қасиеті бар. Түркия мен сауда жайлы өткенде, қыздар, ол менде жарнама ретінде шыққан, жарнама пост болған. Әзірге олар сабақтар басталып кетті. Әзір мүмкін беретін шығар жарнама, сол кезде жарнамалаймын. Көп менен сұрап жатыр, мен оны қазір ештеңе айта алмаймын, ақпаратым жоқ олар туралы. Жолдасымыздар машинасын сатқысы келмейді, не істесе болады? Айгүл, неге ол сатқысы келу керек? Сіз үшін ба? Оған ұнайтын шығар. Неге біз күйеуімізді тек қана басқарғымыз келеді, біздікіндей болсын деп, оның өзінің территориясы, өзінің ойы бар, Сосын барып сіздердің айтқандарыңыз болмаса да ренжіп жүресіздер. Соның дегені болсын. Не үшін өздеріңізге жауапкершілік аласыздар? Жауапкершілікті еркектің мойнына жауап үйренсеңіздерші. Мен әрдайым айтам, сен менен көп ақша табасың. Сен біздің асыраушымызсың. Мен вообще ештеңе істей алмаймын. Сен болмасаң мен қайтер едім. Вообще ештеңе істей алмаймын. Үйретші маған, көрсетші маған. Дым істей алмаймын мен. Сосын ол маған көмектеседі. Ал мен өзім бәрін істей аламын. Мен супер, менің айтқаным бәрі дұрыс десеңіздер, онда жауапкершілік сіздердің мойындарыңызда, кейін оған ренжімеңіздер. Ештеңе істемейді деп. Алдынан түсіп алып жүгіре беретін болсаңыздар, арғай жүгіре беріңіздер, бастадыңыздар ғой жүгіріп. Сондықтан кейін ренжудің қажеті жоқ. Сіз тұрмысқа шықтыңыз ба, күйеуге шықтыңыз ба, Алланың алдында да, молданың алдында да уәде бердіңіздер. Қиыншылықта да, қандай жағдай болмасын, мен қасында боламын деп. Демек, одан кейін сіздер оның ол анттарыңыздан тайқып, алдынаға түсіп алып жүгіре бастайсыздар. Мен көп жұмыс жасаймын. Көп жұмыс жасасам да, мен еш уақытта көп жұмыс жасадым деп айтпаймын. Жасасам өзім үшін жасаймын, күйеуім үшін емес, қыздар. Не жасасақ та біз өзіміз үшін жасаймыз. Мен күйеуім үшін ештеңе жасамаймын, қыздар. Жұмыс істесем өзім үшін жасаймын. Ұйықтасам өзім үшін ұйықтаймын. Тамақ жесем өзім үшін тамақ жеймін. Барлығын өзім үшін жасаймын. Жұмыс істесем де, ақша тапсам да, оны өзім үшін жасаймын, күйеуім үшін емес. Заботьтесь, что вы для кого-то что-то делаете. Мен біреу үшін бірдеңе жасадым деп айтқан күннен бастап, сіз сол адамнан бірдеңе күтесіз. Ал ол адам сізге ештеңе істемейді сол күннен бастап. Сондықтан
Құдай сақтасын, өзің кәпір. Кетші бар дейін да, иә? Құдай сақтасын. Кәпір деп айту үшін қаншама Алладан қорықпау керек, Құдай сақтасын. Күйеуім жаңа іс бастағысы келеді, бірақ әлі беттей алмай жүр. Яғни жалқау бұлық басын, не істесем болады, күйеуіме қалай мотивация берсем. Мен отырамын, ештеңе басын қатырмайды. Мадина, мен қазір ғана айтып отырмын ғой сіздерге, қазір ғана жауап бердім осы сұраққа. Күйеуді жалқау қылатында, күйеуді ешқандай жұмыс істетпейтінде ол өзіміз. Ол сіздің күйеуіңіз баяғыдан жалқау болса, неге шықтыңыз күйеуге оған? Бар ғой оның бір жақсы қасиетін. Неге жақсы қасиетін жазбайсыздар күйеулеріңіздің? Тек қана жаман қасиетін жазасыздар. Ал таңдауды кім жасады? Ол күйеуге өзіңіз жасадыңыз, иә? Балаларым үшін де жасамаймын, қыздар. Мен ешкім үшін ештеңе жасамаймын. Мен бәрін өзім үшін жасаймын. Балаларым мен түнімен қарасам да өзім үшін қараймын. Күнімен қарасам да өзім үшін қараймын. Күйеуімнің аяғын жуып, массаж жасап берсем де өзім үшін жасаймын. Күйеуім үшін жасамаймын. Осыны оңыңыздаршы. Уже жақсы қасиет қалмады. Өкінішті әрине. Барлық нәрсені өздеріңіз үшін жасаңыздаршы, қыздар, алтын қыздар. Ешкім үшін ештеңе жасаудың қажет жоқ. Кейін барып өкінесіздер. Бәрін Алла разылығы үшін жасаймыз. Яғни, сіз жасаған қандай да бір әрекет, қандай да бір жақсылық, оның бәрі Алладан сізге қайтады. Өзіміз жақсылық жасамаймыз. Мен осы әйелдер келеді, я маған. Мен өте жаман психологпын негізі. Мен әйелдер келген кезде айтамын. Менің күйеуім жаман, енем жаман деп бастағаннан бастап мен айтамын. Ең бірінші, сіз өзіңіз қандай адамсыз, баға беріңізші өзіңізге. Күйеуіңізге қандай қызмет атқарасыз, енеңізге қандай қызмет атқарасыз. Істеп жатырмыз ғой қолымыздан келгенше. Я говорю, олар да қолдан келгенше сізге істеп жатыр демек. Сіздің қарым-қатынасыңыз қандай енеңізбен күйеуіңізге? Сіздің күйеуіңізбен енеңізге қарым-қатынасы сондай. Сіздің қарым-қатынасыңыз қандай балаңызға? Сіздің балаңыздың да қарым-қатынасы сізге солай. Болды. Өмір бумеранг деген осы. Карта ойнаса айко, сөйлесесіз. Жаным, бұл картадан түскен ақша бізге еш уақытта нығмет бермейді. Еш уақытта бермейді. Нығметсіз ақшадан гөрі екеуміз бірге ақша тауып үйренейікші деп айтыңыз. Сізден көп нәрсе үйрендім, күйеуіммен қазір тәттіміз, енем де тамаша болып кетті. Рахмет. Қазір ретроград, менің күйеуім өмірдегі ең күшті күйеу. Вот, осылай айтсаңыздаршы, қыздар. Өзің қандай адам боласың, саған сондай адам болады айналаңыздағы адамдар. Жертва күйіне түсудің қажеті жоқ. Жертва болсақ, бізді бәрі аяса деген нәрседен кетіңіздерші, қыздар, өтініш. Аямайды сіздерді ешкім, сіздерге күледі. Одан да өзіңізді күшті болсаңыз, нақты күшті болсаңыз, дәлелдеңіз. Мен әрдайым адамдарға айтамын. Ну, керемет екенсің, давай дәлелдеші. Сауапты іс жасап, мешітке барып, садақа бересің ба? Жоқ. Жетім жесірге көмектесесің ба? Жоқ. Күйеуіңнің туған туыстарына көмектесесің ба? Жоқ. Енеңе, сіздің арқаңызда осындай бала дүниеге келді деп айтасыз ба? Жоқ. Күйеуіңе, сен болмасаң менің күнім қараң деп айтасың ба? Жоқ. Өзіміз қандаймыз, біздің күйеуіміз сондай, тура сондай. Ол біздің айнамыз. Сондықтан айналайын жандарым. Маған бәрібір ғой. Жамандай беріңіздер, енелеріңіз жамандай беріңіздер, күйеулеріңізді жамандай беріңіздер, Одан олар жақсы болып кетпейді. Өзгеріп кетпейді. Одан да өздеріңізді дамытуға күш салыңыздар. Дәлелдеңіздер оларға күшті екендеріңізді. Кезінде менің енем де айтатын, осы үйде тұрмайды. Кешен әйтеуір бір жаққа кетеді. Мен оқыдым, іздендім.
үндемейтінмін. Тіпті әке шешеме де айтқан кезі болған. Жарайды, не десе де ол өзінің ойы дедім. Бірақ Аллаға шүкір, мен қазір өзімнің нишамен жұмыс істеймін. Сол кездегі оқыған дүниемді қазір пайдаланып жатырмын. Бизнесімде, өзімнің жұмысымда, Қазір менің енем ештеңе айтпайды. Неге? Өйткені мен өз ісімменен дәлелдедім. Отырып алып енемен ұрысып отырмаймын үйімде. Уақытым жоқ оған, қыздар. Мен өзімнің мақсатыма жұмыс істеймін. Сондықтан өздеріңізге мақсат қойыңыздаршы алдарыңызға. Дұрыс мақсат. Бүгін дұрыс мақсат қою үшін қандай кітап оқу керектігін мен сториске салып қойдым. Көрген қыздар бар шығарсыздар, Роберт Кийосакидің. Біз қай кезде елдің сөзін көңілімізге аламыз? Қай кезде елмен жағаласамыз? Істейтін ісіміз жоқ кезде. Біздің қолымыз бос кезде. Мені де аңдайды. Менің күйеуім, менің машинама барлығына GPS қойып қойған. И чё? Мен одан өліп қалған жоқпын ғой. Мен айтам, зато мен машинам жоғалып кетсе, менің күйеуім тауып береді деймін. Яғни мен оның барлығын қалжыңға, күлкіге айналдырамын, қыздар. Тура сол сияқты. Өмір деген өзіңізге байланысты. Сіз қалай өзіңізді жақсы көресіз, өзіңізге сыйластықпенен қарым-қатынаста боласыз, сол сияқты. Менің ер азаматым әлемдегі ең керемет жан, жомарт, балажан, еңбекқор, табыскер. Менің Аллаға, мені дұрыс. Ботагөз, сондай кезде мен айтам әрдайым, Аллаға шүкір деген сөзді қосасыздар. Яғни барлық мадақ Аллаға. Қызыма да айтам, қандай ақылдысың, алтыным менің. Аллаға шүкір сендей баланы маған бергеніне. Яғни біз не істейміз? Бірден барлық жақсылықты Аллаға итереміз. Это не моя заслуга, это заслуга Бога. Күйеуімізге де, сен болмасаң қайтер едім. Аллаға шүкір сендей күйеуді бергеніне. Шүкір айтам, Аллаға алғыс айтамын. Демек, біз не қандай бір адамды мақтаймыз ба? Барлық мадақ Аллахқа. Бірінші Алла тағаланы атаймыз, содан кейін барып қана соны ескереміз. Күйеуімізді, енемізді. Менің балаларым, қызым қазір 5 жаста ұстайды, бірақ уақытпен ұстайды. Мектепке апартқызбаймыз, біздің барлық мектептер платный, садиктерімізде онда бесплатный емес, ұстатпайды, кіргіздірмейді. Сумкаларына тастап, ячейкаға қотап кетеді. Сондықтан үйге келген кезде 2 сағат, 3 сағат ойнайды. Мен оларды мүлдем соткадан алып тастай алмаймын. Өйткені олардың ертеңгі болашағы осы сотканың ішінде болып тұр. Ой, Аллаға шүкір, қандай жақсы. Міне күйеулерім мақтай бастады, қыздар. Вот, менің жолдасым айтады ғой, сені берген Аллаға шүкір деп. Сол кезде сіз не істейсіз? Бірден Алланы есіңізге аласыз. Сол кезде ешкім құтырмайды, қыздар. Ешкімге құтырмайды. Алла аузыңызда болса, Алла тәніңізде болса, Алла жүрегіңізде болса, ешкім құтырмайды. Құтыратын өзіміз. Егер жарамды болса, қолдануға болады. Мысалы, менің әжемнің сақинасын берген, маған алтын қолданам, тағам. Вы классный, Аллаға шүкір деп жүріп, маған бары күлетін болды. Альхамдулиллах деңіз. Әпсе алғыс деңіз, егер шүкір дегенге күлетін болса. Алғыс шүкір, альхамдулиллах, бұның бәрі бір мағына ғой. Күйеуім жаман дегеннен, ешкім сіздерге балам жаман, енем жаман, анауым жаман, мынауым жаман дегенде жақсысын сіздерге Алла бермейді. Алла керісінше одан да жаман нәрсені сізге бере береді. Тіпті сіздер бар ғой, тіпті ажырасып кеткен күннің өзінде де, ол жаман адам болған үшін ажырастым деп емес. Біздің арамыздағы сыйластығымыз бітті. Біздің арамыздағы махаббатымыз өтті. Осылай ажырасқан жөн. Оңбаған ол, сволочь. Жерге кіргір деп ажыраспаңыздар. Мен айтам ғой, қарғасаңыздар, қарғыстарыңыз, ол сіздердің миларыңыз үшін қарғыс өзіңіздің аузыңыздан шыққан сөз, маған берілген тапсырма екен деп ойлайды қыздар. Сосын өзіңізге зиян болады.
баян, тамаша. Аллаға шүкір, бәрі керемет. Әрине бәрі керемет. Қазір өздеріңіз ойлаңыздаршы, аллада соғыс болып жатса, сіз сол күйеуіңіздің артында отырар едіңіз. Жақсы болсын, жаман болсын. Бізге алла тағала күйеуді тек қана ақша табу үшін ғана бермейді ғой, қыздар. Басқа да нығметтер бар ғой, ер адамның. Бірақ біз не істейміз? Біз аламыздағыны әрдайым тек ақшаға кептіреміз. Жұмыс істемейді, ақша таппайды. Яқта біреу орамал тақпадым дейді. Орамал таққызатын да алла тағала. Өзі таққызатын күні таққызады. Сіз емес соны маған таққызатын. Я жүрей ма? Менің күйеуім бар, маған айтатын күйеуім бар. Сіз менің күйеуім емессіз, басқа да емессіз. Баламның ошылып бланкасын алсақ бола ма? Басқа қалаға жібере аласыздар ма? Ғаламның шығар, ол өзі қымбат тұрмайды, үйлеріңізде жасай берсеңіздер. Саламатсыз ба, сізге жолықтырған Аллаға мыңда бір рахмет. Мен де барлық жақсы жағынан келе жатыр. Жолдасым да көптеген жеңістерге жете бастады. Ал мен біраз басылдым. Сізге Алланың жолына рахмет. Рахмет. Құрқылдайдың ясымен үйін тазалдырым. Ойбай, ондай нәрсені білмеймін. Мен ештеңе менен үй тазалап көрмеппін. Мен ары кетсе, эфирное масло 2 капля тамызамын. Ол да бір денеге байланысты емес, жай үйдің иісі әдемі болсын. Сәлема Нұрханым, сізге көп рахмет. Рахмет. Сондықтан күйеуге тек потребитель болғанды қояйықшы, я қыздар. Сіз потребитель болған сайын, одан тек қана ақша тілеген сайын, оның ақшасы болмайды. Алладан одан да оның амандығын, оның басының бүтіндігін, оның әрдайым Алланың назарында болғанын тілеңіздер. Жомарт, тыңдай беріңіз. Намаз оқып жатқанда ойыма асылып өліп қалу келеді. Не істесем болады? Жансая, осыны мен бірінші емес, екінші рет естіп тұрмын. Жалпы біз ондай жолда жүргенде де бізді сатана азғырады екен. Сондықтан ондай ой келген кезде стоп, өмір тамаша. Аллаға шүкір деп тоқтатып өзіңіз ары қарай беріңіз. Мен айтып тұрмын, қыздар, бізге негатив келеді. Келмейді емес, сіздер ойлайтын шығарсыздар, мен бір вообще негатив ойнамайын деп, ойлаймын, осы жерде даже біреумен қырсып қалған ғой, кейін өзімді тоқтатамын, стоп деп, тура сол сияқты. Кез келген негатив келгенде стоп. Аллаға шүкір, алғыс деп өзіңізді тоқтатып алыңыз. Қыздар, 1 сағат уақыт болды. Сіздерді сауатты инстаграмда күтеміз. Болашақ онлайн сабақтан қалып қалмаңыздар. Бұл соңғы сабақ. Одан кейін бұл сабақ өзгереді. Бұны білмей, басқалық базалық білімді білмей, басқасына өте алмайсыздар. Қатысып білгеніңіздер, біз сіздерді сабақта күтеміз.